Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді түрік бөліктерін бірге жасайтын боламыз. Сондықтан да рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, арнама міндетті түрде тіркелмеген болсаңыздар келіп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір рецептіні бірінші болып қарайтын боласыз. Ең алдымен біз бөліктердің қамырын дайындап аламыз. Ұнымызды міндетті түрде ұн илеуіштен өткізіп дайындап алыңыздар. Содан соң суымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымыздың ортасын ашып, осы тұзды суымызды құямыз. Содан соң 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ең алдымен осылай кішкене қасықпен араластырып алып, содан соң барып қолыммен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырды илеу барысында қамыр кішкене қолға жабысуы мүмкін. Қорықпаңыздар, бірақ артық мөлшерде ұн қоспаңыздар. Тек описанияда жазылған ұнды ғана пайдаланыңыздар. Содан соң қамырды үстелдің үстіне қойып, жақсылап иін қандырып, 5-7 минут шамасында жақсылап иін қандырып илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз осындай эластичный, тегіс жылтыр қамыр болады. Қамырды 20 минутқа тындырып қоямыз. Арада салмасын дайындаймыз. Табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң фаршты салып, фарш жақсылап қарайып қуырылғаннан соң пиязымызды салып 2-3 минут қуырамыз да дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш қосамыз және де кішкене паприка салып, барлығын жақсылап араластырып 2-3 минут шамасында қуырамыз. Содан соң 40 қабатты салып, тағы да 2-3 минут шамасында қуырып, оның артынан картопты салып, картопты да бір шамамен 5 минут шамасында қуырып, осы салмамызды оттан аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Шала пісіреміз, яғни 20 минут тұрған қамырымызды жақсылап ұзынша етіп созып алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 6 бөлікке бөліп алдым, яғни менде 6 күлше шықты. Одан соң әрбір күлшемізді дөңгелетіп отырып, домалақ формаға келтіріп аламыз. Ендігі кезекте 100 грамм ертілген сармайдың үстіне 50 грамм сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, ең алдымен жаңағы біздің қамырымызды салатын кеңде осындай жайпақ ыдысымызды майлап дайындап аламыз. Содан соң қамырымызды алдымен осы майымызға батырып, ыдысымызға қоя береміз. Жақсылап аунатып батырыңыздар. Барлық қамырымызда осылай біртіндеп, бір-бірден жақсылап майға аунатып, жаңағы ыдысымызға қоя береміз. Содан соң қалған майымызды осы қамырдың үстіне қойып, бетін пищевой пленкамен немесе салафанмен жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минут тұрғаннан соң әрбір қамырымызды осылай ковриктің үстіне қойып, жеңіл алақандарымызбен шетке қарай жүргізе отырып шаятын боламыз. Алғашында қолыңыз үйренбегендіктен кішкене ыңғайсыздау болуы мүмкін, бірақ қолыңыз үйренгеннен соң өте оп-оңай, жылдам шаятын боласыз. Ең бастысы ешқандай да салмақ салмаймыз, жай ғана қолыңызды шетке қарай жүргізе отырып жайсаңыздар, қамыр өздігінен жайылатын болады. Өйткені біздің қамыр майланған, оның үстіне өте жұмсақ, сондықтан да қамырмен жұмыс жасау өте оңай болады. Қамырды жаю барысында ыңғайлы болу үшін осындай коврик қолдануға кеңес беремін, және де қамырды әрі қарай жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін 4 бұрышты формада жаюға кеңес беремін. Қамырды жақсылап жайып алғаннан соң шетінен ақырын ұстап, осылай 1-2 сілкей отырып, қамырымызды созып аламыз. Қамырды ақырындап созыңыздар, қамырларыңыз жыртылып кетпесін. Барлық шетінен ақырындап осылай қамырымызды 1-2 сілкей отырып созып аламыз. Біздің қамыр өте жұқа болады, тіпті қағаздан да жұқа, пленка сияқты жұқа қамыр шығады. Қамырымызды жақсылап созып дайындап алғаннан соң салмасын салатын жерімізді бір қайырып аламыз. Мінекей ақырында осылай бір тегіс етіп қайырып алыңыздар. Содан соң осы жерге дәл ортасынан ұзынша етіп жаңағы дайындап алған салмамызды салып шығамыз.
Салмасын салып алғаннан соң осы салманың үстін жабатындай етіп қамырымызды бір осылай қайырып шығып, содан соң қамырымызды рулет тәрізді етіп ақырындап шетінен бастап ораймыз. Орап алған қамырымызды тағы да спираль тәріздес етіп дөңгелетіп орап шығамыз. Үлкен бөрек жасасаңыздар да болады, немесе бір күлшеден осындай мини бөректер шығарсаңыздар болады. Қолыңыз үйренгеннен соң фило қамырын өте жылдам, өте оңай жаятын боласыздар. Ең бастысы қайта оқтаумен жайып шаршамайсыздар. Қолдарыңызды шетке қарай жүргізе отырып, оп-оңай жаятын боласыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ. Қарасаңыздар, өте оп-оңай осылай тез-тез жайып тастайсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қызықты процесс, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Құрметті менің көрермендерім, егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыздар. Қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып, ұнаса достарыңызға жіберіп отыруды ұмытпаңыздар. Барлық қамырларымызды дәл осы қалыппен рулет тәріздес етіп орап, содан соң спираль тәріздес етіп орап, осы бір күлшеден мини бөліктер жасасаңыздар болады, немесе бірнеше күлшелерді біріктіріп үлкен бөлік жасасаңыздар болады. Мен бір үлкен бөлік және де 3 мини бөлік жасадым. Менде үлкен бөліктің диаметрі 26-лық формамен 3 күлше кетті. Яғни мен бір үлкен бөлік және де 3 мини бөлік жасадым. Бөліктерімізді барлығын дайындап алғаннан соң бетіне бір жұмыртқаны жарып, араластырып, осы бөліктеріміздің үстіне жағып шығамыз. Содан соң әсемдік ретінде күнжіт немесе мак сеуіп әсемдесеңіздер болады. Бөліктерімізді алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште үлкен бөліктерімізді 40-45 минут, кішісін 30-35 минут шамасында пісіреміз. Пісу уақыты енді сіздің пешіңізге байланысты, осылай әдемілеп, қызартып пісіріп аламыз. Бұл бөліктерді сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сырты қытырлап, іші жұмсақ болып, өте керемет болып шығады. Өте дәмді болады. Бізге өте қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше тағам. Назар қойып рецептінің соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.